Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Дана халқымыздан ежелден бері келе жатқан біздің ұлттық асымыз наурыз көжені бүгін бірге әзірлейік. Жалпы наурыз көжені дайындаудың бір қатып қалған тәсілі жоқ, яғни бұл көжені әр өңірде әр түрлі әдіспен дайындап жатады екен. Бүгін сіздермен өз әдісімен бөлісемін. Ал енді бисмиллах деп наурыз көжені дайындауға кірісеміз. Мінекей мына жерде біздің ет пен қазымыз, жылқының еті мен қазысы мендегі. Негізі еттеріңіз, қазыларыңыз түрленген болса, негізі өте дәмді болады. Сонымен қатар біздің дәнді дақылдарымыз, менде мына жерде ақ жүгері мен сары жүгерін алдым, және де арпа, күріш, лойя және де тарыны қосатын боламын. Бұйырса, басқа да өздеріңізге ұнайтын кез келген дәнді дақылдарды қоса берсеңіздер болады. Сонымен қатар ағарғаннан айран және де құрт қосатын боламын. Ал енді қазір біз бірінші дәнді дақылдарымызды жартылай пісіріп дайындап қоямыз. Негізі әр қайсысын жеке-жеке пісіруге болады. Сонымен қатар етпен бірге де пісіруге болады. Бұл жерде біздің кішкене ұзақтау пісетін дақылымыз мінекей жүгері. Жүгерінің өзін мен қазір жеке қайнатып пісіретін боламын. Жаңа айта кеткенімдей, дәнді дақылдарды негізі етпен бірге қайнатып пісіруге болады, бірақ мен еттің сорпасы мөлдір түсті болғанын қалаймын, сол себепті осылай бөлек пісіремін. Жүгерінің өзін бөлек қайнатамын, және де арпа мен осындай үрме бұршақты бөлек ыдысқа салып қайнататын боламыз, яғни жұмсарғанша. Наурыз көжеге дәнді дақыл қосудағы негізгі мақсат бір тамырдан өсіп өнген дәндей ұрпағымыз көп болсын деген мақсатта қосылады екен. Келесі кезекте күріш енді бізде тез пісетін болғандықтан күріштің үстіне жай ғана ыстық қайнап тұрған суды құйып қоямыз. Және де ақ мол болсын деген ниетте наурыз көжеге ағарғаннан құрт қосылады. Жалпы құрт бұл күш қуаттың асы, елдің күш қуаты ассын, денсаулықтары мықты болсын деген ырымға сәйкес осы құрт қосылады екен. Мінекей біздің дәнді дақылдарымыз жұмсарып пісіп жатыр. Енді қазанымызды көтеріп, жыл бойы сақтаған қыстық соғымда арнайы наурызға деп алып қалған сүрленген еттерімізді қосамыз. Сүрленген еттің сорпасы да және де сол сорпаға піскен көженің де дәмі ерекше болары сөзсіз. Енді етіміздің үстінен су құямыз. Су құюдағы негізгі мақсат ұрпағымыз көбейсін, судай асып тассын деген мағынада құяды. Мінекей енді етімізді қайнатамыз, көбіктерін алып тастаймыз тазалап, дәміне қарай тұзын қосамыз. Қашанда сөз қадірін түсінген дана халқымыз еш қашанда дәмсіз сөйлемеген. Тұз астың дәмін кіргізсе, мақал сөздің мәнін кіргізер дейді. Мінекей біздің дәнді дақылдарымыз жұмсарып пісті. Жалпы менде жүгері 1,5 сағаттың көлемінде қайнап пісті. Сонымен қатар арпа мен үрме бұршақ 1 сағатта қайнады. Мінекей біздің етіміз де пісті. Піскен етімізді енді бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Сорпасын көбігінен тағы да тазалап алсақ болады, және де егер сорпасы ащылау болып жатса, үстінен қосымша су құюға да болады. Енді қайнап жатқан сорпаның үстінен жартылай піскен немесе толықтай піскен дәнді дақылдарымызды саламыз. Мінекей мен жүгеріні салдым, сонымен қатар арпа, үрме бұршақты саламын. Сонымен қатар ыстық суда бөгіп жартылай пісіп тұрған күрішімізді саламыз, және де жақсылап жуылған тарыны да бірге саламыз. Енді тағы да бір 15 минуттың көлемінде баяу отта қайнатамыз. Негізі бұл жерде уже барлығы пісіп дайын тұр. Қайнай берем дегенше біз етімізді турап дайындап аламыз. Жаңа айтып жатырмыз ғой, енді әр өңірде наурыз көжені әр түрлі әдіспен дайындайды деп. Сіздер төменде комментарий бөлімінде өздеріңіздің наурыз көжені дайындау тәсілдеріңізбен бөлісіп жаза кетсеңіздер болады. Мінекей етімізді турап алдық, және де қазыны бөлек турап алып қоямыз. Қазыны біз қазір сорпаға қоспай-ақ қойсақ болады, яғни көжені құйып бергеннен кейін үстінен бүтіндей қосып береміз. Мінекей туралған етімізді енді сорпаға қосып араластырамыз. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Айтпақшы біз құртты да осылай жібітіп қойған болатынбыз. Құртты мен блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп алатын боламын. Блендер болмаса, жай ғана шанышқының көмегімен езіп алсаңыздар болады. Блендермен бірақ осында біркелкі әдемі масса шықты. Біздің наурыз көжемізде дайын болды, керемет болып пісіп тұр. Енді көжені ішетін бір белгілі бөлігін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді осы көжемізге ағарғандарымызды қосамыз. Жаңа езіп дайындап алған құртымызды қосамыз, және де айран қосатын боламыз. Айран негізі қолдан ұйытылған
қою үйдің айраны болса тіптен керемет. Айранды енді басқа өңірлерде қатық деп те атап жатады екен. Мінекей осы ағарғандарымызды қосып араластырамыз. Осымен біздің керемет наурыз көжеміз дайын болды. Шында да енді өте дәмді болды. Ыстықта ішсеңіздер тоқшылық болады, ал салқында ішсеңіздер шөліңізді басатын ерекше сусын болары сөзсіз. Баршаңызды келіп жеткен ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Менің YouTube каналымда қазақ тіліндегі пайдалы бір жасағаннан шығатын рецепттер өте көп. Дәл қазір менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.